Осы жерден қасиетті, осы жерден жақсы жер жоқ қой. Жанат қой бұл жер. Сабаннан кенде адам емес қой көке. Жеңгең айтты, мен жаяу кетсем де кетемін Астанаға деді. Мектеп оқып жүрген кезде де бұзықшылық жасап қойсақ, әкемізге айтпайтынбыз, неге өйткені әкеміз Өмір сүріп жатырмыз. Да көргем. Жандарым менің. Мына өнердің кісілерін жақсы көремін. Қарағандыға бізбен тойға барасың деп басқа шаруаңды қой таста десе дейді. Мен айтамын, Бұзықтау болған дейді сізді. Ондай әншілер аз ғой қазақта. Өз қалған әншілер өкпелемесін. Қол қазалығын деп тұр. О қалады, менің қаламды бір ауыз шырқап берсең. Қаланы бастайық дейді. о қала, о біздің ару қала. Енді бұл осы ауылдан менің әке шешемнің тұрған жері, туып өскен, осы жерде кіндік қанымыз тамған. Біз бір әкеден 11 перзент болатынбыз. 7 ұл, 4 қыз. Енді ол кісілердің біраз өмірден өтіп кетті. Енді біздің қара шаңырақ қой. Әке шешеміз осында жерленген, ағаларымыз осында жерленген. Ағайын туысқандардың бәрі осында жерленген. Қайда жүрсек те сағынып тұрамыз. Мына уақыттың тарлығына байланысты көп келе алмаймыз. Іс сапармен кетіп қаламыз. Сонда бір 2-3 сағат уақытымызды келіп бір Құран бақсақ қайтамыз. Бұл енді мынау ертеде Бөген ауданы Қараспан совхозы Ленин атындағы 5-ші бөлімше дейтін тұғын. Әзір енді Ордабасы ауданы болып кетті. Бұл ауылдың аты Ақжол деп аталып кетті. Бірақ енді біз баяғы Ленин бөлімшесі дейтінбіз. Сол енді қалып кетті ғой. Біздің есімізде. Үлкен тұлғалар өскен бұл жерден, үлкен кісілер өскен. Бұл ауылда өте көп соғысқа барған адамдар көп болатын. Біз кішкентай кезімізде біздің аталарымыздың көбісінің аяқтары жоқ, қолдары жоқ. Ветерандар еді соғыстан келген, Ұлы Отан соғысының ардагерлері. Ол кісілердің бәріне өмірден өтіп кетті. Мектепті осы жерде бітірдім ғой. 1-ші класстан 10-ші классқа дейін бітіріп, осы жерден бір кеттік, сол кеткеннен қайтып оралмадық қой. Россияда оқыдық. Кейін Шымкентке қызмет істедік, Совет армиясының служит еттік, Воронежде, военный училище служит еттім, летный училищеде. Кейіннен келіп, Шымкенттегі шыны заводда қызмет істедім, бір 10-15 жыл. Бизнесте жүрдім. Бұны қара шаңырақтың айтатын болсаң, енді бір өмірде бір сәттер болады ғой. Қалай айтсаң да жеткізе алмайсың, бір сөзің жетпей тұрған сыңды болады. Кіндік қан тамған жер, біздің бар осы өмірге осындай болып келгенімізге де осы жердің, осы елдің себебі тиген ғой. Осы жерден қасиетті, осы жерден жақсы жер жоқ қой. Жанат қой бұл жер. Қырдай адамда, иә? Иә, сол кейіннен 90 жылдары, 2000 жылдары, 90 жылдары жираттарына қарап, баяғы заман аттарды бере бастады ғой. Білген бар ғой, өлең айтқан. Сол Амалдан, мен ойлап, қораттан қойдым. Амалдан астарында сұрадым. Ортаншы ағамыз, Омархан деген ағамыз 70-ші жылы бір үй салған. Енді ол заманның өте бір керемет үй еді. Осы заманға сай Астананың бір проектімен қып қара шаңырақты үйді жаңарттық, жаңадан салдық. Мұны өйткені осы жерге келеміз, осы жерге ақсақал кісілерді шақырамыз қонаққа, әке-шешемізге Құран бағыштаймыз, қонақтармен келеміз. Сол келгенде әйтеуір отыратын, жүретін жайымыз болсын деп істелген нәрсе ғой. Бәрі керемет. Алты алаштың асыл ұрпағына айналған Алғы ата ұрпақтары бұл күндері Қазақстанның әр аймағында қоныстанған. Әсіресе Мырзашөлді маңайлап, сырды жағалай қоныстанған ел екенін білеміз. Алғы ата ұрпақтары қауымдастығының төрағасы Барысқан Саққұлақұлдың басты талабы ұлы даланың шығысы мен батысына, солтүстігі мен оңтүстігіне тарыдай шашылып, мекен еткен Алғы атамыздың ұрпақтарының бүгінгі таңдағы өзара туыстық қарым-қатынасы мен
ауыз бірлігін нығайтып, атамыздың өнегелі өмірін, ардақты ата жолымен елді біріктіруді көздейді. Рухты жастар тәрбиелеу елдігіміз дейді. Біздің өзіміз сондай бір қасиетті жерлеріміз бар. Тасқотан, Шардардағы кесене, Әлімтау, сол төңіректерде біздің ата-бабаларымыз өткен. Сол Тасқотанда жылдық асымызды бердік. Мынау Жетісай өңірінің азаматтары, Шүкір ағамыз бастаған сол кісілер биыл өткізді. Мың адамның кем болмады. Тағы да жаңадан шартақ істелген. Енді мынау адамға бар условиялар істедік, келгенде таза жүретін, таза отыратын, бәріне бейбіл жететін, таза қазақи пейілмен салғаны кейін ба, жұрттың бәрі көңілі өте тоқ болып қайтты. Ас беру дәстүрінің әдеттегі діни ғұрыптық салттан өзгеше қоғамдық мәні аса жоғары халықтық жиын екеніне назар аударған алғы ағайындардың ауызбіршілігі жоғары. Мың өліп, мың тірілген қазағымның байтал түгіл бас қайғы жағдайда ұлттық құндылықтардан айырылып, тіпті этнос ретінде тарихи сахнадан бір жола жоғалып кету қауіпінен құтылған соң ғана ес жиып, ұлттық салт дәстүрін жаңғыртып жатқан алты алаш ұрпақтарының мұрагер ұрпағы ретінде біздер ас беруді абзал іс, баба рухына бас ию деп білеміз. Алғы атамыздың атының тек ру емес, жалпы ұлтты біріктіруші күшке айналдыруды мақсат тұттық. Елдің ауызбірлігін нығайтуды көздедік дейді алғы ата ұрпақтары. Біз өзі алғыда үлкен бизнесмен, үлкен қызмет жүргізушілер көп қой. Өткен жылы мен бір Ділдахан деген көкемізге мен өзім өтініш жасадым. Көке, мына осындай бір өзіңізге ұсыныс жасайын деп отырмын, сол елге, ағайынға бір осындай салт берсеңіз шартақ деп. Ол балым не керек? Қарсылық жасамады, қарсылық көрсетпеді. Істеп берем деді. Осы биылғы көктемдегі асқа шай істеп берем деген, соны былтыр бұл сол жаз айында болған әңгіме. Соңғы бір февраль, март, январь, февраль, март 3 айда істеді ғой. Сөйтті кеше 14 апрель күні керемет бір шартақтың астында отырдық. Қанша халық сыйды, тамақ ішетін жерімізде таза, отыратын жерімізде таза. Құдайға сансыз шүкір, бастапқы қадамдар өз жемісін бере бастады. Асқа дайындық осыдан бір жыл бұрын басталды. Ділдахан Смадиярұлы көкемізбен ол кісінің 70 жылдығына дайындық ретінде екеуміз Астанаға, ол кісінің құрған кәсіпорындарын, сауда кешендерін, зауыттарын, фабрикаларын аралап қайтуды және ол кісіні Астана қаласында ерен еңбек үшін медалімен марапаттау рәсіміне қатысу үшін барғанбыз. Сонда дастарханы әрдайым жайылып тұратын меймандос жомарт Барысхан Саққұлағұлы Тасқотанға бастырма салуға бастама көтерген еді. Мұндай игілікті бастаманы, игі істі әрдайым қолдай білген ел ағалары Ділдахан Смадиярұлы Полат Мамажанұлына мың алғыс дейді. Қаламгерлік пен шежірені егіз ұштастырып, алғы ата ұрпақтарының ауызбіршілігіне ұйытқы болып, ата-баба тарихы туралы тың деректер мен рухани мұраларды зерттеп, зерделей жазып жүрген Оразбек Намазбайұлы Момынов ағамыздың орны бөлек. Бабалар рухы қолдап, алғы ағайынның ұрпақтары мәңгі жасай берсін. Қазақ елінің даңқын аспандатар, білім мен ғылым қуған, отаншыл, патриот азаматтар көбейіп, елге тұтқа бола берсін деп аталы-баталы сөз айтып тарқасты. Ата-баба әруағына әрдайым ас беріп, бабалар рухына тағзым етіп тұру ұрпақтық борышымыз деді жиылған жамағат. Ниеттеріміз қабыл, мұраттарыңыз асыл болсын, алғы ата ұрпақтары. Қазақтан келе жатқан ертеден ұлы сөз бар ғой. Әкең өлсе де әкенің көзін көрген өлмесін дейді. Әзіргі осы заманда өзіміздің әкеміз туралы, өзімізден жастай әкеден қалдық. Әкеміз туралы бір жыл сөз айтса, сол кісілермен үзеңгілес болған, сол кісінің көзін көрген, сол кісінің шабандоз палуан болған көрген адамдарды бір өзі қатты құрметтейміз. Өйткені бір жылы сөзін естісек, соған бір мәз боламыз. Сондай өзі қазақтың бойында бар қасиет қой. Сон сөкеңе ертеде бір жолығып, көке осындай үйіңізге сауам, арнайы барып үйіңізде дәм аусып кетем деп айтқан едім. Ол енді дәм аусып кеткенде келіп тамақ ішіп кетем емес, мәре. Осы көкемнің жыл сөздерін естіп. Енді әзіргі жастардың көбісі білмеуі мүмкін, бірақ көкем өте заманының палуаны ғой.
әзіргі заманда да палуан жігіттер бар, бірақ енді о заманның палуандарының бағасы да, құны да, істеген істері де өте жоғары еді ғой. Таза көкпардың кезінде оны көп адамдар айтып отырады. Сонда ниетпен көкке келіп отырмыз. Ол семьяңызбен танысып отырмыз. Жеңгемізбен танысып отырмыз. Мынау келіндеріңізбен танысып отырмыз. Мынау менің сізге деген бір кіші не көрмеңіз, бір шапан жауып кетейін дедім иығыңызға. Осыны бір кигізіп, шапаннан кенде адам емессіз ғой көке. Бірақ шапаннан кенде емессіз ғой, бірақ әр тойға барсаң күнде кигізеді, бірақ мынандай менің әкемнің көзін көрген екенсіз деп кеп кигізіп кетіп жатқандар аз. Бер оны тақ. Барысқан Сақлағұлы ағамыз мынау Алғи-ата қауымдастығының төрағасы болғанына 2 жыл болып қалды. Сол келгелі бері мына елдің ауызбіршілігіне жаңағыдай ұйытқы болып, сонымен жаңағыдай ескі шежіремізді жазуға тікелей мұрындық болып, осы кісінің арқасында бір сәл-пәл жаңағыдай түйткілді бір мәселелер болып жатыр еді. Оның бәрін өзінің жаңағыдай нақты кесіп шындықты айтатын мінезімен барлық нәрсемізді жаңағыдай орнына қойып, Құдай қаласа шежіреміз жазылып шықты. Одан кейін мынау өткен тарихты жазу деген әңгімеге өте көп көңіл бөліп жатыр. Тұрам біз сендердің беттеріне әкелеріңе келіп, мынау баяғы Сақлау кейтен өтекті табырың бар ғой, Оросхан Бесіңді әкені тарап кете беретін жеземіз жозыңы тарап кете беретін. Сені вақыт кезінде бұлайға шығарып жүресің. Оймен кезеге кейін одан өңгі жеме салмаған емес қой. Біле бойшының көрдің алдын асам. Ол артықтан бері бет сой болса, бет сойың ақырын бәрі. Шабыда демесін, сәпілектер деп қояды. Біз санаймеген Қануы мен сізде сұрамын, әбден тайды ғой. Ол өзі, ол енді сол төңіректегі шабыда бәрін айтып отыр. Мынау. Енді ол уақытта аттың бәрі деп өтті. Аты кеше біздің уағымызда атты деп, қазір майданып кетті. Енді оны 20 килограмм салмақты көтеретін ат керек қой онда. Өйткені қазіргі шабындызда да майданып кетті. Ол уақытта қарамен қазіргі деген сонда. Тарихты түгендеуге ат салысып жүрген азаматтардың бірі. Маған да қолымды байлап, ананы үйтпе, мынаны бүйтпе демейді, орасы. Жазу жағына келгенде саған жететін ешкім жоқ. Бәрі өзің түгендей бер айналайын. Алға іске сәттеп жүрген азаматтың бірі. Рахмет Барысқан Сақлағұлы көкемізге ұзақ өмір, қажымас қайрат, елдің ауызбіршілігін біріктіруде жаңағыдай істеп жатқан еңбектері жана берсін деп тілейміз. Мен негізінде Астанаға келем деген ойымда болған емес негізінде. Менің үлкен ұлым Ген прокуратурада істеді, генеральный прокурордың көмекшісі болып. Одан кейін қызым медакадемияда осы жерде оқыды. Одан кейін кіші ұлым Казгюада оқыды. Біз Шымкентте мен, жұбайым, кішкентай қызым үшеуміз қалдық. Дәу 20 сотық жер, 2 этаж үй, бәрі, 2 үй тұстайым. Жеңген айтты, мен жаяу кетсем де кетем Астанаға деді. Соңын бәрін сатып келуге тура келді. Келген соң 2007 жылы келдім. 1 жылда үйрене алмай жүрдім. Бір ай жүремді кетіп қаламын оңтүстікке, бір ай жүремді Алматыға кетіп қаламын, бір ай жүремді Ташкентке кетіп қаламын. Сөйтіп жүрген кезде қызметке орналастым да сонымен қалып кеттік қой. Енді әзір әбден үйреніп алғам, Шымкентке барса қашамыз отырамыз осы жаққа қарап. Қызмет істедім, қаншасын ел біледі. Қазақстан темір жолында Хазудың директоры болып істедім 11,5 жыл бір департаменттің. Пенсиядамыз, 2 жыл болды пенсияға. Енді Алғи қауымдастығы қоғамы жәндегі төраға сайлап алды ғой. Төраға сайлағаннан кейін сол ағайындардың ісімен көп барам. Былтыр
бір жыл бойы кеселені күрделі жөндеуден өткізілсе, бір жыл бойы Шардарада жүрдім. Аптасына 4-5 рет барған күндерім болды, аптасына. Одан басқа ағайын туысқан болған кейін той бар, думан бар демекші, өлім жетім бар, соған барамыз. Бар күшті ағайын туысқанға сабатырмыз, ағайындарға. Әйтеуір біраз жерін жамасақ дейміз, жастар тәрбиелесек дейміз. Іске қойсы деп атқан. Таза адамдарды жақсы көрем, шыншыл адамдарды жақсы көрем. Өтірік айтқан, көзіңе маймен күлеген адамдарды, біреуді дүние үшін сыйлаған, біреуді қызмет үшін сыйлаған адамдар менің жауым. Мен ондайды қаным жек көреді. Білмеймін ғой, әйтеуір жаратылысым солай шығар. Көп кісілер айтады, менің әкем сондай кісі болған екен. Енді қанмен келген нәрсе ғой. Мен жек көретім сол. Мен елге барғанда содан кейін көп адамдармен араласам. Сен әкемсің, сен милиционерсің, сен прокурорсың демеймін. Маған сантехник болса да, жақсы адам болса болды, солармен араласып адам. Маған өмірде қолынан іс келетін, мәдениетке жақын, бауырмашыл, көбінесе мен бауырмашыл адамдарды жақсы көрем өте. Содан кейін мына өнердің кісілерін жақсы көрем. Өнер дегенде бір үлкен нәрсе ғой. Өнері бар адам жаман адам болмайды. Сейітжан, Дәурен өнер саласында жүргеніме байланысты біздер тек қана жаңағы концертке ғана шығып қоймай, арасында жақсылық, қуаныш тойға да шығып тұрамыз. Қазақтың тойы бітпесін дегендей. Бір күні Жұбаныш Жексенұлы ағамыз осында Астанаға өзі келе алмайтын болып, маған орныма сен барып келші деп, осы Барысхан ағамның Айгүл атты үлкен қызы тұрмысқа шығарды. Мен сол тойға келген болатынмын. Сол тойда таныстым ағаммен. Ағам сол жерден мені өзінің жаңа інісіндей көріп, жақсы көріп қалды. Келесі күні тіпті бізбен бірге, о жерде жаңа Бауыржан Ибрагимов ағамыз бар. Бізбен бірге кеттік жүрма жерде. Қарағандыға бізбен тойға барасың деп, басқа шаруаңды қой таста деп сөйлейді. Мен айтамын, аға, ер адамның екі сөйлегені өлгені, ер жігіттің беріп қойған уәдем береді, келесі жолда әлі бара жатармыз деп сөйтіп қызық оқиғадан басталды таныстығымыз. Сол Айгүл қызымыздың тойына келіп, сол тойда танысқан ағаммен. Одан кейін көптеген менің шығармашылығымдағы әндердің жарық көруіне бірден бір үлес қосқан Барысхан ағам қол ұшын беріп, көмектесіп, біраз әндердің жарық көруіне себепкер болған ағам. Бүгін бірінші рет емес, болып та жүрмін ағамның шаңырағында, қонып та жүрмін. Кәдімгідей осы үйдің бір баласындаймын. Керек адамды шақырайын деді ба, тағы ініміз бар, Мұрат деген, judoist. Ол Өзбекстан атынан выступать ететін сағат 7-ге дайындап отыр, тамақ қонақ бәрі. Әзір Алматыға шетке ұшып келеді. Менің інім қанша жылдан бері жасырып жүрмін, мен өзім бұл жігітті қолдап жүремін. Мен Дәурен туралы айтатын болсам, ана қазақша сөз бар ғой, кешті батыр, таңды атырға болады деп. Негізінде Дәуреннің даусына ғашық емес қазақ жоқ. Мен шынымды айтайын, соның біреуі менмін. О бастан бізді танысуымда лично менің өзім нем болған, талпынысым болып танысқанбыз. Өйткені бұндай әншімен таныспауға мүмкін емес болды. Сөйтіп әйтеуір бір сәті кеп, ертеде бір Шымкентте жоғып, кейіннен Астанаға келгеннен кейін, енді мен үлкен қызметте істегеннен кейін бұл жігітті көп шақырдым, Дәуренді. Көп шақырдым, көп жерлерде өзімен бірге бір үлкен тойларға барсам алып барып жүрдім, ел танысын деп. Ел таниды, ел жақсы біледі, ел жақсы қабылдайды өте. Дәурен сықылды, жаңағыдегі таза дауысты, адамның мынау табиғатын, мәдениетті ғып айтатын жігіттер аз. Мен де өзім жасаған жоқ, бір-екі рет айтып, мен сен тойдың өлеңін айтпайсың. Тойдың спрос көп қой деп сөйтіп маған айтқан сөз бар. Аға, мен ондай өлеңдерді айтқым жоқ. Я хочу более интеллектуальный өлеңдер айтқым келеді дейді. Бұл соң кейін вообще Дәуреннің несі бастапқы музыкасы домбыра. Домбыраны оқыған. Домбыраны керемет тартады, гитараны тартады, клавиші жақсы ойнайды. Енді баянда ойнайды, ойнамайды білмеймін, бірақ біздің үйде бәрі бар.
келгенде жаңағыдай клавишін ойнайды, домбырасын тартып кетеді, гитараны тартады. Төлеген Момбековтың салтанат деңгейін ташып берейін. Мына үйде қолымдағы немерелер осы. Мына Рашид деген немерем, үлкенім. Бұны Рашид Төлетаевич Түсіпбековтің құрметіне қойғанбыз, Рашид деп. Үлкен ұлым сонда қызмет істеп жүргенде. Бұл Аружан деген менің красавицам. Бұл Көркем деген красавицам. Сенің атың кім? Аташкин. Аташкин, Асайын деген бала, Аташкин бала бұл. Ол Алла жазған, Алла берген осы 4 немере алдымызда, қуанышымызда. Енді адам баласы болғаннан кейін бәріміздің мақсатымыз сол ғой. Ұрпағымыз көп болса, жақсы болып өссе, тәрбиелі болып өссе деп. Мен барлықтарыма айтамын, біздің қыздар қазақтың аристократ қыздары болып өсу керек деймін. Қолынан іс келетін, қазақтың сән салтын білетін, дәстүрін білетін. Бұл қызым фигурный катанияға барады. Бұл бала дзюдоға барады. Енді бұл екеуі кішкентайлар бір нәрсеге барады ғой. Содан кейін бұл қыз пианино ойнайды. Енді сөйтіп тәрбиелеп жатырмыз да. Менің ұрпағым менен асып кету керек, менен де озып кету керек. Мен көп нәрсе білсем, бұлар менен де көп нәрсені білу керек. Сол үшін, осылар үшін өмір сүріп жатырмыз. Да, Көркем? Жандарым менің алтындарым ғой бұлар. Мен бір жаққа барсам, баратын болсам аяқ киімді сүртіп, аяқ киімді кигізіп шығарып салады.
есім Жанадилов Ержан Барысханұлы. Әкемнің ұлдардан екінші ұлы болам. Бұлай семьядағы үшінші баламын. Менің алдым үлкен ағам бар, одан кейін әпкем бар, одан кейін менен кейін қарындасым бар. Сол мен үшінші баламын. Әкемнің енді бұлай айтқанда мынау үйде немерелер жиналғанда күнделікті айтып отыратын бір өсиеті өзінің. Ертең осы ұлдар өсіп келе жатыр. Менің ұлдарым өсіп келе жатыр. Ол кісінің немерелері сол атамыздың, әкеміздің бұлай айтқанда күнделікті сол кісінің тәрбиесін алып өсіп келе жатыр десем де болады. Өйткені біздер енді жұмыста жүреміз, азан кеш. Мынау атасы үйде болғасын, пенсияда болғасын атасы өте сондай маңызды, сондай өсиет, маңызды тәрбие беріп келе жатыр ұлдарына. Сенбі сайын осында үйде қара шаңырақта немерелер жиналады. Сол немерелердің бәрін бастарын қосып, өзінің өмірдегі жасаған жақсылықтарын, өзінің көрген жақсылықтарын сол немерелермен бөлісіп, сол немерелер өскенде үлкен дәрежеге жетсін. Ең алдымен әкеміздің әрдайым айтатыны бұл өмірде немерелеріне адам болып қалыңдар дейді. Адамдық қасиеттерін жоғалтпаңдар дейді. Қанша жерден үлкен жерде бастық болсаңдар да, үлкен дәрежеге жетсеңдер де, өздерінің өмірдегі мынау орындарын біліп, адам болып адам қасиеттерін жоғалтпаңдар дейді. Соған өте үлкен, бұлай айтқанда, көңіл аударады. Ақжалықты анамыз туралы айтатын болсақ, анамыздың орны да біздің өмірде өте үлкен деп айта аламын. Неге өйткені әкемізбен қатар анамыз да осы біздің артымыздан өсіп жатқан ұрпақтарға, біздің бала-шағамызға өте үлкен бір себебі бар. Неге десеңіз, әр демалыс сайын осында қара шаңырақта жиналған кезде немерелер анамыз отырып өзінің бір ақыл тәрбиесін беріп жатыр. Біз енді баламыз ғой, арасында мектеп оқып жүрген кезде де бұзушылық жасап қойсақ, әкемізге айтпайтынбыз. Неге өйткені әкеміз бірден енді қатаң жаза алып ұрсатын. Сондықтан біз бірінші анамызға айтамыз, жаңағы анамыз ары қарай былай айтқанда енді әкеміздің алдынан өтеді, жаймендеп сөйлесіп, жаңағы бала ғой, ұрыспа, үйтпе, бүйтпе деген сияқты кішкене. Енді анамыз былай айтқанда жүрегі жұмсақтау кісі ол кісінің. Сол енді әкемізге енді білмейміз, бала кезімізден әкеміздің бетіне қарап сөйлемегенбіз, өйткені солай тәрбиелеген бізді. Сол жаңағы анамызға айтамыз, жаймендеп сыбырлап, анамыз ары қарай сол әкемізбен алдында қатты ұрыспасын деп, жаңағы сондай бір жағдайлар болады. Өмірлері өте сондай маңызды, ғұмырлы, бір жаста қартайсын деп ойлаймыз. Біздер енді өсіп келе жатқасын, біздің артымыздағы немерелеріміз, ұлдарымыздың ертең үйлену тойлары бар. Әр өмірдегі әр жеткен жетістіктеріне, солардың қызығына бөленіп, осы әкеміз екеуі бір жаста қартайып, Алла нәсіп етсе бір сол 90-100 жаста бірге отырса дейміз. Әр қызығына бөленіп. Барысхан ағамыздың шаңырағындамыз. Білесіздер, Барысхан ағамыз өнерді қатты құрметтейтін, бағалайтын және өнерді шын берілген жанашыр азаматтарды қолдап жүреді. Дәурен бауырымыз бүгін Барысхан ағамыздың шаңырағында жүздесіп жатырмыз. Астана қаласына келдік. Енді әр қаланың мерейтойы болса, осы Дәуреннің өзі бағана айтып жатыр, өнерді қолдап жатады деп. Қай қалада мерейтой болсын, қай қалада бір той болсын, жиын болсын, әр қаланың бір мерейін асыратын, шуағын тастатын, о менің қалам деген ән өзіңнің бір бойтұмарың секілді. Рахмет. Сондықтан осы жаңа әдемі орындауыңды көріп жатырмыз. Қолқа салғым келіп тұр. О қалады, менің қаламды бір ауыз шырқап берсең, Барысхан ағамыздың шаңырағында қазақ тыңдармандар үшін бір ауыз. О қаланы бастайды. О қаланы. Көруге көздер ашық, сезуге көңіл ояу, түнімен ұйқым қашып, қалғанда таңға таяу, ақырын есік ташып, төменге түстім баяу, асықпай анық басып, көшеге шықтым жаяу. О қала, о біздің ару қала, төзімде тағат бар ма, өмірлік сұрақтарға өзіңде жауап бар ма? О
қала, о біздің ару қала. Сөзіммен қатпаған, жай күйің жұмбақ маған, сырымды кімге ақтарам. Рахмет. Енді менің хоббиім композиторство. Жазған өлеңдерім бар. Бір 7-8 өлең бар, соның біреуі 2022 жылы Россияда 8-ші орын алды. Малаховтың передачасында болды. Содан кейін оны Золотой фонд дейді, шансон. Сол жыл Золотой фондқа кірді, официально. Менің өлеңімді айтатын Россияда Александр Рудак деген жігіт бар, тек соғыс айтады. Ол енді әлі де талай өлеңдер жазылар. Мен 1982 жылы үйлендім. Мен ол кезде шин заводта жұмыс істейтінмін. Россияда оқып келгем. 82 жылы үйлендім. 83 жылы үлкен ұлым туылды. 84 жылы үлкен қызым туылды. 87 жылы кіші ұлым туылды. 98 жылы біз 40-қа келгенде кенже қызым туылды. Мен өзім Мұрат Қалықұловмын. Осы дзюдода күрестің жаттықтырушымын. Қазіргі уақытында бұрынғы заманда Олимпиада қатынастым. 2004 жылда Афинада. Қазір осы Астанада бапкер болып жұмыс істеп жатырмын. 2004-те Өзбекстан атынан күрестім. Олимпиада қатынастым. Сол кезде Мирда бардым, универсиадада орын алдық. Біраз турнирлерде орын алдық. Бүгін осы ағамыз үйінде қонақ болып жатырмыз. Қарашан ағамда, Барысқан ағам үйімізде. Барысқан ағамызда бұрын өзін жас болған кезде қазақша күреске қатынасқан. Бізге де жақын болады екен. Спорт жағынан былай көрсеңіз, ағамызды арттан қарап, бізде спортсмен болып, сол Олимпиадаға бардық. Енді бүгін күнге дейін біз жаңа толқын келіп жатыр. Мұны Барысқан ағамның немересі. Ол да дзюдоист. Осындай біздің қазақтардың арасында батырлық көбейе берсін. Ағамыздың үйі Ақжайлау деп, тамаша отырыс, тамаша демалыс болып жатыр. Ақ дастарханнан дәмдатып, қазақтың қара домбырасын шертіп, шек тарқатып отқан жайымыз бар. Ағамыздың дені сау болсын, ләйім осындай тек айналасындағы ағайын туысқа, бауырларына болсын деген ниетпенен аман есен деніңіз сау болып көп жасаңыз аға. Шапқылап жүре беріңіз. Біз сізге іні болуға, жақсыны болуға жарап жүрейік. Бір шумақ бір енді әудеп көрейік, әуденбейтін қаза бар демекші. Ер тұрманмен қамшы қарап тұрып, ауыл туралы қалай бір ән айтпасқа. Көктемдей сағындым ғой, ауылдай сағындым ғой, өзіңмен бірге жүрген көк белді сағындым ғой, ауылда сағындым ғой, бауырда сағындым ғой, ауылда сағындым ғой, сағындым ғой. Барыс арена ең соңғы проекттермен салынған спортивный комплекс. Мұз айдыны ғой. Астананың адамдарына берген үлкен мынау правительствоның үлкен подаркасы.
барлық болельщиктер осы жерден барыс командасына болеть етеміз. Осыны салып беріңіздер, алыс. Осыны мен осы зданияның балансы держателі болдым. Салып біткеннен кейін маған өткізген, мен осы зданияны көп жыл обслуживать етіп жүрдім. Қанша жұмыс істеді қыруар. Кейіннен мына өкіметтің решениесіменен, шешіміменен қалалық коммунальный хозяйство өткіздік. Өйткені бұларды, бұл зданиялардың бәрін, жаңағыдегі содержание, конечно, өте қымбат, надо удовольствие дорогое, поэтому қтж-ның өзінің жұмыстары көп болғаннан кейін. Негізінде қтж Қазақстан темір жолы Астанаға көп объекттер салып берді ғой, өте көп. Нұрмедия, зажигалка дейміз, Қазақстан темір жолының керемет өзінің зданиясы бар. Осы, сонан кейін жаңа темір жол вокзалын, сондай тағы да басқа зданиялар бар. Халықтың арасында зажигалка деп атылып кеткен ғой. Сол зажигалкаға салған болғаннан кейін ба сырт көрінісі халықта зажигалка деп аталып кеткен. Бұл да Министерство транспорта отырады. Бұл зданияда, осы зданияда мен сол қызмет істеп жүргенде менің балам тұсында болды. Енді менің мынау зажигалка здания менің балам тұсында болды. Мен осы зданияға ответственный болдым. Обслуживание полностью, жизненной деятельности, работоспособность бәрін мен қарадым. Көп жылдар. Кейіннен Қазақстан темір жолының зданиясы көп болғаннан кейін Министерство транспортқа өткіздік балансына. Міне, оң жақтағы Нұрмедия. Қазмедия. Бұл Нұрмедия дейтінбіз ол кезде. Қазмедия. Ар жағында Қазақстан темір жолының зданиясы. Оның ар жағында Қазақстан темір жолының зданиясы Қонаева 6, ар жағындағы здания, ол да Қазақстан темір жолының зданиясы болатын, Қонаева 10. Осы зданиялардың бәрі мен істеген ұжымның балансында болды. Оның бәріне мен жауапты болдым. Тағдырға өте ризамын. Менің жағдайымда өсіп, мен сықылды өсіп, осындай дәрежеге жетіп, осындай семьяны болып отқан адам бақытты адам деп ойлаймын. Мен үйленген кезде біздің жататын жастығымыз болмаған, шай ішетін пиаламыз болмаған, біз темір күріштен шай іштік. Сол замандағы темір күріштен шай ішіп өстік. Енді Алла Тағала қолдаған шығар көп жерде. Өзіміз талпындық, қызмет істедік, үкіметке қызмет істедік, бизнесте жүрдік. Соның арқасында осындай әйтеуір семьялы болып, ұл қыздар асырап, немерелі болып отырмыз. Алла жазса, шеберелі боламыз.